Ұстаздар. Армысыздар ұстаздар. Өзімді таныстырып өтейін. Есімім Қоңырова Ақбота Тұралқызы. Мен 3 баланың анасымын, эксперт ғалыммын, тренермін. Бүгінгі тілге тиек етпек тақырыбымыз біртұтас тәрбие жөнінде болайын деп отыр. Өздеріңіз білесіздер, оқу мен тәрбие егіз. Оларды бір-біріне бөліп қарауға болмайды. Ұлы данамыз Әл-Фараби адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген болатын. Ал Белинский бала тәрбиесіне ерекше мән берілу керек. Тәрбиенің арқасында болашақ адамзат тағдырының негізгі мәселесі шешіледі деген болатын. Бұдан шығатын қорытынды бала тәрбиесі бұл өте күрделі процесс екен. Оның күрделілігі бесіктен бастау алып, үнемі уақытпен, бала көңіл күйімен, жеке қабілетімен, икемділігімен, тізгінді үнемі қадағалау қажеттігімен ұғындырылады. Мемлекетімізде қазіргі таңда сапалы білім берумен қатар болашақ жастарды рухани адамгершілікке тәрбиелеудің де зор қажеттілігі туындап отырғанын айтып жатыр. Әлеуметтік жағдайлардың өзгеріске ұшырауы білім беру мекемелеріндегі тәрбие жұмыстарын тоқырауға әкелгені де белгілі. Қазіргі кезеңде тәрбиеге және тәрбие жұмыстарына деген жаңаша көзқарас қалыптасуда. Олардың ізгілік мәні тереңірек ашылуда. Оны өздеріңіз жақсы біліп отырсыздар. Тәрбие даму ретінде қарастырылады. Яғни ол педагогикалық қарым-қатынасқа, адалдық сапаларды сақтау және қалпына келтіру туралы болмақ. Оқушылардың жүрегін тебірентіп, ой сезіміне әсер ету үшін біріншіден тәрбиеші ұстаздың саяси сауатты, жан-жақты энциклопедиялық мол білімі болу шарт екенін білеміз. Екіншіден, тәлімгер ұстаз өз бойындағы білімді оқушы жүрегіне еркін ұялата аларлықтай әдіскерлік шеберлігі қажет. Үшіншіден, мұғалім оқу тәрбие үдерісін жүргізу кезінде оқушының психологиялық ой өрісінің өсу, даму дәрежесін бақылай, тамыршыдай тап басы білетіндей сезімтал психолог болу керектігін бәріміз білеміз, жасаймыз, сезінеміз. Яғни, Толстойша айтқанда, мұғалім өң бойына өз ісіне, шәкіртіне деген сүйіспеншілікті жинақтаса ғана ол нағыз ұстаз. Егеменді ел болып, етек жеңімізді енді ғана жинап болған қазіргі шақта халқымыздың тәлім тәрбиесін игерген рухани бай, ел болашағын ойлайтын, парасатты да саналы азамат тәрбиелеу біздің ұстаздардың басты міндеті болып отыр. Білім мен тәрбиені сабақ барысында ұштастырып, бірлікте оқыту әрбір ұстаздың басты шарты болса, сынып жетекшілері тек сабақта ғана емес, сабақтан тыс уақытта да іздене жүріп, оқушылардың бойына соның ішінде ұлттық тәрбиенің ең ізгісін, ең асылын сіңіре білу керек екен. Демек, қазіргі таңда тәрбиенің теориясы мен практикасының өзекті мәселелері бұл ажырамас бөлшек екені бәрімізге белгілі. Осы мәселе жөнінде назарларыңызға психология және менеджмент инновациялық академиясында өткізілетін біртұтас тәрбие, білім беру және тәрбиелеу процестерін интеграциялау деген курс туралы айтқым келіп отыр. Академияның заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтамасы бар. Оны міне слайдтан көріп отырсыздар. Және осы аталған білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 4 мамырда номер 775 бұйрығымен бекітілген.
Келесі слайдта өздеріңіз көріп отырғандай, Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігімен 2024 жылы келісілген біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламаларының тізімі бар. Міне осы білім беру бағдарламаларының тізімінде аталған академияның білім беру біртұтас тәрбие, білім беру және тәрбиелеу процестерінің интеграциялау деген тақырыбы 24 қаңтар 2025 жылы бекітілген екен, және осы тізімде номер 13 ретте тұрғанын өздеріңіз көріп отырсыздар. Демек, бұл бағдарламаның қаншалықты өзекті екенін сіздер жақсы көріп отырсыздар деген ойдамын. Енді бағдарламаның мақсатына келетін болсақ, қазіргі заманның сын қатерлеріне бейімделе алатын және қоғам өміріне белсенді қатысатын үйлесімді тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Бұл бағдарламаның міндеті қандай? Аналитикалық және сыни дағдыларды дамытуға ықпал ете алатын азаматты тәрбиелеу. Оқушыларға өз эмоцияларын түсінуге және басқаруға көмектесуді үйрету. Қарым-қатынас және ынтымақтастық дағдыларын дамытуды көрсету. Физикалық белсенділік пен салауатты өмір салтын қолдауды үйрету. Және оқушылардың мәдени дәстүрмен, өнермен таныстыру болып табылады. Бағдарламадан қандай нәтиже күтеміз деген сұрақ туындауы мүмкін. Оны өздеріңіз презентациядан көріп отырсыздар. Оқушылар академиялық және тұлғалық жағынан жан-жақты дамиды. Оқушылар өз эмоцияларын тиімді басқарып, стресспен күресе алады. Оқушылар тиімді қарым-қатынас және ынтымақтастық дағдыларына ие болады. Оқушылар белсенді және салауатты өмір салтын ұстанады деген ойдамыз, және оқушылар мәдени дәстүрлер мен құндылықтарды терең танысады деген нәтижені күтіп отырмыз. Енді аталған бағдарлама 5 модульден тұрады. Әрбір модульді таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Бірінші модульді тақырыбы біртұтас тәрбиенің негіздері деп аталады. Әрбір модуль ішінен 2 тақырыптан тұрады. Біртұтас тәрбиенің негіздері атты бірінші модульдің бірінші тақырыбына зейін аударатын болсаңыздар, тақырыбы біртұтас тәрбиенің ұғымы мен принциптері деп аталады. Демек, осы тақырыптың негізінде біртұтас тәрбие туралы анықтама айтылады, анықтама беріледі, оның негізгі принциптеріне тоқталатын боламыз. Демек, интеграциялау, дараландыру, жүйелік деген мәселе туралы сөз қозғалады. Екінші тақырып тарихи контекст және қазіргі заманғы тәсілдер деп аталады. Демек, біртұтас тәрбие тұжырымдамасының тарихи дамуы, қазіргі заманғы тәсілдер мен олардың ерекшеліктері туралы айтылатын болады. Екінші модульдің тақырыбы білім беру және тәрбиелеу процестерінің интеграциясы. Оның ішіндегі тақырыптарды өздеріңізде көріп отырсыздар. Білім беру мен тәрбиенің өзара байланысы және білім беру тәжірибесіндегі интеграция модельдері деп аталады. Осы модульдің аясында білім беру және тәрбиелеу процестерінің өзара байланысына талдау жүргізіледі. Әртүрлі интеграция модельдеріне шолу жасалады. Және білім беру тәжірибесінде олардың қолданылуы туралы көптеген кейстермен таныс боласыздар. Үшінші модуль бұл біртұтас тәрбиенің тәжірибелік аспектілер деп аталады. Демек, бағдарламалар мен әдістемелерді әзірлеу туралы біраз ақпарат аласыздар деген ойдамыз, және интеграцияның тиімдігін бағалау туралы көптеген мәселелерге тоқталатын боламыз. Демек, біртұтас тәрбие бағдарламалары мен әдістемелерін әзірлеу принциптері, олардың табысты тәжірибелеріне танысасыздар, және білім беру тәрбиелеу процестерінің интеграциясын қалай бағалауға болады, оның қандай критериялары бар деген мәселе жөнінде сөз қозғалады.
Келесі модуль бұл физикалық даму деп аталады. Демек, салауатты өмір салты мен спорттық белсенділіктер олардың біртұтас тәрбиедегі алатын рөлі туралы, орны туралы және оның өзекті мәселесі туралы сөз қозғалады. Өздеріңіз ішіндегі тақырыпшыларды көріп отырсыздар. Демек, дұрыс тамақтанудың негіздері, физикалық белсенділіктің маңызы, психологиялық денсаулық және стресс менеджмент туралы көптеген ғылыми негізделген жақсы кейстермен таныс боласыздар. Және осы спорттық белсенділік пен тәрбиенің арасындағы байланыс туралы жақсы ақпараттардың куәгері боласыздар деген ойдамыз. Және соңғы 5-ші модульді бұл ұлттық дәстүрлер мен өнер және шығармашылық туралы әңгіме болады. Әңгіме дүкен құрамыз деген ойдамыз. Демек, әртүрлі халықтардың мәдени ерекшеліктерін зерттеу және оның біздің өзіміздің ұлттық құндылықтарға дәріптеу, екеуінің арасындағы байланыс туралы және әртүрлі халықтардың мерекелер мен рәсімдеріндегі, жаңағы дәстүрлеріндегі айырмашылықтар мен олардың ұқсастықтар туралы, олардың біртұтас тәрбиеге қатысы жөнінде сөз қозғалады. Сонымен қатар өнердің қоғамдағы рөлі, тәрбиедегі өнердің рөлі, тәрбие мен өнердің шығармашылықтың аражігін қалай ажыратуға болады және олардың арасындағы байланысты қалай байқауға болады деген мәселе жөнінде айтылатын болады. Егер де осы айтылған мәселе сіздерді қызықтырса, болашақ ұрпағымызға жақсы тәрбие береміз, алған тәрбиесін өмірде қолдана алатындай, өзінің болашағын жарқын ете алатындай, және осы алған білім мен тәрбиені қатар алып жүретін азаматтарды әрі қарай олардың тәрбиесін, олардың білімін әрі қарай соларды әрі қарай жетелесек, соларға бар білгенімізді бергіміз келсек, аталған курсқа келіңіздер, дәріс алыңыздар, өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөлісіңіздер, конструктивті диалогқа шығыңыздар, бар білгендеріңізді, өмір бақи үйренгендеріңізді, алып жатқан білімдеріңіз бен тәжірибелеріңізді бізбен бөлісіңіздер, бірге отырып әңгімелесейік, тәжірибе алмасайық, және осы курс арқылы өздеріңіздің қоржындарыңызға бір әдемі, жақсы, табысты ақпарат алып кететініңізге сенімді болыңыздар деген ой айтқым келеді. Біздің контактілерді көріп отырсыздар, слайдтан хабарласыңыздар. Біз сіздерді күтеміз. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.